Сәлем тігін сүйер қауым, бүгін сіздерге биге арналған қазақша көйлектің кәжекейге қосылған түрін тігуді көрсететін боламын. Ол үшін алдымен лекалымызды екі бүктелген мата үстіне қойып, тігіске жан жағынан 1 см беріп бастырып және қиып аламыз. Бұл бізде арқа бөлігі. Алдыңғы бөлікті де дәл осылай бастырамыз, тек айырмашылығы мойын ойындысы тереңдеу 8 см болады. Мен кәжекейін велюр матасынан жасап жатырмын және 9 жастағы қызыма арнап қос етекті қылып, артына замок салғым келіп тұр. Әрі қарай басқа қиып аламыз. Менде дөңгелек түрі жеңді де лекалы арқылы пішіп алдым. Енді кеуденің жан тігістерін, иықтарын тігіп, сосын жеңді кеудеге қосамыз. Органзадан ұзындығы 6-7 метр, ені 15 см лента қиып алып, айналасын оверлоктап, егер оверлок болмаса, қайтарып тігіп алып, кейін машинкаға салып, сборка жасап аламыз. Егер оверлок машинкаңыз болмаса, органза матаның орнына фатен деген матаны қолдануыңызға болады. Ол шет жақтарын тігуді қажет етпейтін ыңғайлы мата олда. Юбкасын атлас матадан трапеция етіп, ұзын етіп қиып аламыз. Және тағы да органзадан қысқа, яғни тізеге дейін тағы бір юбка қиып аламыз. Оларды видеодағыдай етіп біріктіреміз. Және органза юбкасы біткен жерге төмен қарай 2 саты желбірімізді тігеміз. Видеодағыдай. Егер қаласаңыз, сіз 3 саты немесе одан да көп қылып желбір тіксеңіз болады. Мен кәжекейдің алдыңғы бөлігіне оюды алдымен үтіктеп, жабыстырып алып, одан кейін тігіп тастадым. Және кәжекейдің кеуде бөлігіне алдын ала замогымды салып, тігіп дайындап қойдым. Басқаны юбкасына тігеміз, содан кейін кеуде бөлікке біріктіріп тігеміз. Жеңнің желбірін 3 саты қылып жасайтын боламын. Екеуін алдымен жеңге теріс жағынан тігіп аламыз, ал үшіншісін оң қаратып, қолмен тігіп аламыз да. Содан кейін барып машинкаға тігетін боламыз. Менің видеомды соңына дейін қарап отырсаңыз, подписка жасап қоюды ұмытпаңыз. Басқа да видеоларымды көруге кеңес беремін. Егер все дегенді басып қойсаңыз, менің жаңа видеомды жіберіп алмай көретін боласыз. Мойын жағын ине жіппен ішке қарай қайырып тігіп қоямыз. Сосын органзадан ұзындығы 80 см немесе одан да ұзын алуға да болады. Ені 4 см етіп лента қиып аламыз. Айналасын оверлоктаймыз немесе қайырып тігіп аламыз. Және видеодағыдай мойынға сборка тігеміз.
Манағы баскамыздың біз шетін қайырып әлі ешқандай тіккен жоқпыз. Біз диск мата тігетін боламыз, косая бейка жасап. Ол үшін диск матаны диагональ бойынша осылай сызғыш арқылы ленталарды қиып алатын боламыз. Сызып, содан кейін барып баскамыздың етегіне алдымен лентаны тігіп аламыз. Содан кейін барып лентамызды қайырып тіксек, ол әдемі болып көрінеді. Шет жақтарын қайтарып тіккен кезде алдын ала булавкілеп алғандар сол кезде дұрыс жиырылмай жақсы тігетін болады машинкаңыз. Барлығын болғаннан кейін жақсылап үтіктейміз.